дейли. Қалай емін-еркін жатасыңдар, неше түрлі жағдайлар болып жатыр, естімейсіңдер. Азаматтық белсенділер босқадан босқа қамалып жатыр. 10-15-45 тәулікке сұмдық айтқан үшін. Полиция рақат, таптайым, жап-жақсы адамды көлігіне салып алады да, ішкі істер бөліміне апарып, жинап, қамап, соттап, айыппұл тігіп, ойларына келген істейді. Ол қазір азаматтық белсенділер ғой істеп жатқан. Кез келген азаматқа сондай қиян-пілеш жасайды полиция қызметкерлері. Оларға бұйрық айтса, бұйрық берсе болып жасай береді, қарамайды. Ал енді өзім полициядан көп зардап шеккенім ол қалай? Қаншама арыз түсірдім, мысалы Талдықорғанда тұрғанда мен 2 рет тонна кетті. Лям деген жоқ. Іздеген де жоқ. Бір алаяқ мені алдап ақшамды алып $2000. Сол кезде Талдықорғанда үйдің бағасы $6000 болған. Ол $2000 алып алып, бермей, қаншама соттасып, жылап еңіреп, сотқа жүгіндім. Онда да лям деген жоқ, көмектескен де жоқ. Ал осы Астана қаласында мысалы 2 жиһаз жасайтын шеберлер Сейткулов Ержан Семей қаласынан және Мырзаханова Меруерт осы Астана қаласында екеуі де маған жиһаз жасаймыз деп ақшамды алдын ала алып алып, сол қалпы ашып пысып сотқа беріп едім. Сот қарамайды, сот шығарды, бірақ та ештеңе болған жоқ. Тұр сол арыз, соттан шыққан үкім бар, шешім бар, бірақ та нәтиже жоқ. Он маған қағазда бетінде не қылам, егер де қолыма алаяқтарды ұстап бермесе. Содан 18 жылы 28 қыркүйекте Магнум сауда үйінің алдында көлігімді бір үлкен джип сырып кеткен. Онда мен соттасып, неге бардым? Чугункадағы гаиға. Үндемейді, ешқандай шара қолданбайды. Магнумның 4 камерасын қарамай, алыста тұрған KFC-дің камерасы маған көрсете береді. Бұлыңғыр әріптер көрінбейді, әрен тұрған. Соған тағы да қашан жүгіндім. Сол бір ісімді полиция қызметкерлері, полиция орны маған орындап берген жоқ. Уголовный розыскқа да бердім, Сейткулов Ержанды. Ол да ештеңе шығарған жоқ. Ал азаматтық белсенділерді ұстауға, қамауға, андуға олардың ақшасы да бар, мүмкіндігі де бар. Секунд ішіне тауып алып орындайды. Полиция қызметкерлері халыққа қызмет етіп жүрген жоқ. Қызмет етіп жүрген сол өзінің
Ержан Тұрғынбаев, Кәрім Мәсімов, Назик. Тоқаевқа да қызмет етіп жүрген жоқ, Тоқаевты адам қылып есептеп жүрген жоқ. Сол Кәрім Мәсімов пен Ержан Тұрғынбаевтың бұйрығын орындап, азаматтық белсенділерді арбап, қамап, ұстап, ал халыққа бірде-бір көмегі жоқ. Мен ғана емес, өздерінде сондай зардап шегіп отырған шығарсыңдар полицияда. Өйткені бұл шіріген жүйе, ұры жүйе. Ылғи жәдігөй жағымпаздардың ақ ордасы, қара орда деп. Сонда отырып алған барлығы. Халықты ойлаған олар жоқ. Халықтан жабылып алған, бәрі онлайн деп. Болды, бұрынғы өмір болмайды ешқашанда бізде. Онлайн деп оқуымызды құртады, медицинамыз құртады. Өйткені билік күнде жылап сықтап жүрген халықтан шаршады олар. Бізден олар болды. Есігін жауып, тығылып отыр. Олар жылаған, халықтан шаршады. Өздерінің миллиондаған ақшасын алып, тып-тыныш жайбарақат отырғанды ойлап, осы ауруды өтірік қолдан жасап, адамды құл жасап қойған. Бетпердесіз кірме дейді, бетпердеден ауру өтпейтіндей. Андай бетперде мен не өлімнен сақтап қала ма? Кішкентай бір шүберек. Сол халықты ойлап жүрген билік жоқ. Халықты ойламайды ешқашанда енді. Бұрынғыдай өмір жоқ. Тапса мен арызданған нағыз қылмыскер Сейітқұлов Ержан Семейдің тумасы, осы Астанада технопаркта несі бар, цехы бар, 7-ші цехы. Және Мырзаханова Меруерт. Солар ұстап бермей ме маған, егер сондай мықты болса? Қазақ халқын қалай ойлайсыңдар? Өздерің қандай зардап шектіңдер полициядан? Комментарияға жазыңыздар, жақсы.